Сәкен Әлімқұлов проза әлеміне атақты Ақбозат шығармасынан келген жазушы, қазақ көркем сөзін құлпыртып, мәйегін ұсынған талғампаз суреткерлердің дараланып классиктер қатарында орын алды. 60-қа жуық әңгіме, 7 повесть, 2 роман жазған қаламгер әрі туындысында ұлттық өнер мен салт дәстүрді, қазақы болмыс мінезді терең біліммен, шырайлы тілмен суреттейді. Және тікелей эфирге қосылып жатқан инста көрермендер. Биыл ақын жазушы, әдебиет сыншы Сәкен Әлімқұловқа 105 жыл толып отыр. Қазақ әдебиетінің классик жазушысы атанған Сәкен Әлімқұловтың қаламынан шыққан туындылардың қай-қайсысын алып қарасақ та қарапайым қазақтың бейнесін бейнелейді. Ол құлагердің қаламгердей атын ардақтау, құрметтеп тұтып қастерлеу, біздің биікке көтеріп бұра етіп қалдырған қазынасын келешек ұрпаққа жеткізу біздің баршамыздың борышымыз деп білемін. 1918 жылы 22 қараша Созақ ауданы Бабат ауылында дүниеге келген. 1936-1941 Шымкент қорғасын зауытында жұмыс істеді. 1941-1945 жылы Дончик облысында жұмыс істеді. 1945-1949 Оңтүстік Қазақстан газетінде жауапты хатшы, еңбекші жас, қазіргі Жас Алаш газетінің бөлімінің меңгерушісі. 1949-1953 Мәскеудегі Горький атындағы әдебиет институтын бітірген. 1952-1956 Қазақстан жазушылар одағының әдеби кеңесшісі. 1956-1970 КСРО жазушының одағының қазақ әдебиетінің жөніндегі кеңесшісі қызметінде болды. 1959 ерен еңбегі үшін медалмен марапатталды. 1974 әртүрлі шығармашылық қызметтер. 1978 Халықтар достығы орденімен марапатталды. 1987 10 сәуір Алматыда қайтыс болды. Бастады. Алғашқы өлеңдер жинағы Сапар 1950 жылы жарық көрді. Жазығы Жамбыр 1964, Қаратау өрнектері туған ауылда 1968, Бұл жырға 1969, Күрең өзен 1971, Керетолғай 1973-1990, Шежірелі Сахара 1976, Көкек айы қабаты замандастарының ерлік істері мен көңіл күйлерінің өмір мен достығы жырға қосады. Көкшетау өлеңі оқитын Жеткерген Толкин. Қайың мен қоршауында қарағайдың, көлі бар көпті көрген Бурабайдың, үстінен оқ жетпестің байқасан сен, осы көл көздей сыршыл көктей айдың. Шудасы қырықтықпен қырқылмаған, ақ бура осы көлден сусындаған, ботаның енді әрине боздауы жоқ, жел сипар орман шашын сусылдаған. Көкшедей таусылуын көрмедім мен, төсіне еркесінде өрледім мен, шот маңдай батыр қызға ұқсамақ боп, найза қып қаламын сермедім мен. Қалтырап жерге қонады ағаштың әлсіз жапырақ, тентегі күздің тонады, құлазып қалды атырап. Жел қуған қаңбақ сүрініп, жеріне жеткен сығылды. Тарналар көшті шұбырып, үңгіріне аю тығылды. Құлазып қалды атырап, адамдар бірақ қашпады. Құлазып қалды жамылған қалың жапырақ, жамылды қалың жапырақ, тіршілік қамын бастады. Қара дауыл бейнесі, жерде осы отырарды қалың ел, сағым менен шайқап шәлі құба бел, көйлегімнің ағытайын өңірі, аймалашы сағындым бұл қоңыр жел, қанша берге қаз бауыр жел жетерсің, жұбарлатып көлдің бетін өтерсің, сыбызғыдай ызыңдасаң күздесең, сағынышын тастап маған кетерсің. Ұмыттатын сар жайлауды менменбе, сен жүресің қайда жүрсем көңілімде. Түрлі жердің көрдім мен, қоңыр жердей жел көрмедім өмірімде. Тауып дөңгелек, пісіп қаптау, әйнебек
Қимайтұмын үзуге ақынға бұл ақтан керек. Есі шыққан ән керек, ақынға тәтті дәм керек. Сінеу-сінеу қауын талғампастандай дәндемек. Жылдар алып кеме мәңгінің бір елесі. Кетсең суға, ән шырқашы кемеде, өмір деген өткінші емей немене. Ән салайын толап жатқан толқында, бесігімде ән тараған денеме. Әр жас ұрпаққа танулы жол ашу бүгінгі әдебиеттің сыншылардың борышы деуге болады. Осымен әдеби кешіміз аяқтаймыз. Әрі қарай ауылдық кітапханада Тәкен Әлімқұловтың шығармашылығына арналған тәлімі мол қаламгер атты кітап көрмесімен жалғасады.